Айына 500 мың теңге кіргізіп отқан үйіміз сатылады. Кәсіпкер үшін өте жақсы жер. Мінекей мынау Наурыздың кіреберіс аймақтары, яғни басты көшесі. Міне автобус жүріп бара жатыр. Мына жақта мектебіміз бар, көрініп тұр мінекей. Мына басты көше Адранов көшесі. Мынаумен неше түрлі қоғамдық көліктеріміз жүреді. Көшесі мінекей жарықтандырылған. Міне мына бөлікте коттеджі бар, мынандай дүкен бар. И мына жақта мынандай супермаркетке арналған 230 квадратты ғимаратымыз бар. Өте жақсы, жақсы бағада мынау деген. Алдыңғы жағы бар. Мына бөліктегі қазіргі таңда ішкі жағында пекарня жұмыс жасап тұр, бірақ документі супермаркет. Мына бөлікке оптомаркет жетіспей тұр. Осы жерден ашсаңыз, мынаның саудасы өте жақсы болады деген сенімдемін. Супермаркетке арналған, алдыңғы жағы осындай көлік қоюға арналған. Бірден осыны көріп жүрейік. 230 квадрат. Міне ішкі жағы. Міне кіреберісі. Мынаның барлығы да гипсокартон. Алып тастасаңыз, полный сплошной қылып жасап жүруге де болады. Міне байынан көріп жүресіздер, қазір таңда осындай жалға алып отыр. Қазір тәтті тағамдар пісіреді. Енді мынаның арт жағында тағы да бір бөлмелер бар. Кухнясы, жататын бөлмесі. Енді мына жағынан кіріп өтеміз, Міне коммерциялық бір бөлмесі. Мына жақта қазіргі таңда ет сататын бөлік. Мына жағымыз дүкеніміз. Міне дүкен. Қазіргі таңда жалға беріп, айына 500 мың теңгені спокойно кіргізіп отыр. Егер осы кәсіпті өз қолыңызға алсаңыз, одан да көп табыс кіргізуге болады. Мінекей мына енді көшеміз. Мынау Адранов. Үйдің сыртқы воротасы. Үйіміз 12-де 14, 2021-де жонны кирпичтан салынған. Мынаның размері 18 метр. Мына айтып өткендей жаңа екі дүкеніміз. Үйдің сыртқы бөлігі осындай. Екі аралығында мынандай хозпостройка бар. Міне өріктал, шие өсіп тұр екен. Мынандай отыратын бөлігі бар екен. Екі кіру воротасы. Мынаның размері 19-да 5, мынаныкі 230 квадрат. Мынаның склады екен. Байынан бөліп тастаған. Ішкі жағында холодильниктер бар екен. Алдағы уақытта мінекей. Міне алдағы уақытта мына жерде бір қосып жүруге болады екен. Мына фундамент қойып, склад қылып жасап жүруге де мүмкіндігі бар. Документі коммерческий, супермаркет болып тұр. Енді үйдің ішкі жағына қарай өтеміз. Мына үйіміздің кіреберіс бөлігі осындай. Үйдің ішкі жағына қарай кіреміз. Мына үйдің кіреберісі мінекей. Мына жағымызда санузел. Үлкен санузелі бар екен. Мына екінші қабатқа қарай көтерілетін бөлік. 2021-де салынған жаңа үйіміз мінекей. Барлығы да жаңа. Мына бөлікте үйдің қонақ күту залы, үлкен зал екен. Үстіңгі жағы мынандай холлымыз. Міне жатын аймағы. Енді екінші қабатымызға қарай көтерілеміз. Мынау екінші қабатымыз. Екінші қабат бөліктері, жатын аймақтары бар. Міне санузел, туалет. 3 жатын бөлмесі бар екен. Мына жақта тағыдар бөлмесі бар, мінекей холл. Үлкен жатын бөлмесі, одан кейін екінші жатын бөлме. Бөлмелері кең екен. Мінекей үшінші жатын бөлмесі.